Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз міне Доктор Макро легенда аппаратымен тағы да қазына іздеуге шықтық. Және де осы жерге алдында келген болатынбыз. Және бізде қараңыздар. Бүгінгі біздің бірінші табыс. Қазір көрсетемін сіздерге. Байқап тұрсыздар ма домалақты? Міне достар, мынаның ішінде бұл бізде бір копейка 1939 жылғы екен. Базар жоқ, әдемі сахран, әдемі сақталыпты. Көрінбейді арты. Қазір міне біз мына жақтарды қарап көреміз. Мына жерлерде кезінде осында бір қойшы кісі келді, және бұл кезінде айтады, бұл жерде мектеп болған дейді, ауыл болған дейді. Көрейік, тағы да не табатынбыз. Достар, бізде камарат мынандай қасық тауыпты. Бізде кезекті олжа. Әкелі. Тазалап жүрсің? 3 копейка. 3 копейка. Жылы көріне ма? 1949. 1949 жылғы копейка. Сылтырап тұр мынау. СССР дейді. Темір қазуға кірісіп кетті ғой. Горелланың жүзігі. Достар, біздің мақсат 1-2 сағат осылай таза ауада демалып қайтуға болатын. Және міне біз жаймен деп қайтуға жиналып жатырмыз. Және бізде кетер аяқ осындай ксроның түймесі шықты. Жаңағы кетер аяқ болатын, қазір қайтар аяқ болды. Әттеген-ай, қайтамын деп асығып жүріп қазғанымда қараңыздар, үстінен дәл түсіппін күрекпен қазамын деп. Түйме екен болды. Міне достар, бізде камерат табыстарын көрсетейін. Қандай машина ручник дейді. Кейін осындай трос дейм, цеп дейм, қалықшаға. Қойатын қазық бар ғой, тышқанның қазығы. Мен себім ұзық кеткен бе? Қанша сағат түзеттік? 1 сағат па? 1 сағат. 1 сағатта, иә. Бұл жерден 3 темір, 4 темір. Таза ауада демалып қайттық заты. Әдемі.